Бейсен және болмыс кітабынан үзінді. 10 қағида. Атам заманнан бері мемлекеттің мықтылығы отбасының саулығына тәуелді екенін ақылды адамдар білген. Сондықтан да бір отбасын мемлекеттің бір клеткасы деп айтады. Немесе бір үй, бір шағын мемлекет. Кірпіш тәндегі бір клетка кеселге шалдықса, бүкіл дене соның зардабын шегеді. Күйреген клеткалар қаптаған кезде адам өліп те қалады. Сол сияқты отбасы институты жаппай күйрейтін болса, ұлттық қауіпсіздігі қыл үстінде тұрады. Сондықтан жас адам жай ғана үйленбейді. Ол отбасын құру арқылы ұлттың қауіпсіздігін нығайтады, немесе өзінің шаңырағымен қоса мемлекеттің де ішін ірітеді. Ажырасқан отбасының екі тарапқа рөлдік қиындықтарын есептемегенде орны толмас бір өкініш бар. Ол баланың көкірегінің рухани құндылыққа толмай қаңырап бос қалуы. Себебі баланың түп санасы, бейсанасы, психикасы шамамен 10 жасқа дейін бекіп үлгеруі керек. Осы жаста кеудесіне рухани құндылық құйып үлгерген ұрпақ үлкен өмірдегі кез келген кедергіні қиып өтеді. Жанбай жатып сөнген үйдің ұрпағына мұндай бақыт нәсіп болмайды. Психологиялық соққы алған жалғызбасты келіншек бала шағамды аш қалдырмасам болды деп бүкіл күші мен уақытын бір салаға шығындайды. Осының кесірінен ел ішінде сөз ұстайтын адам да, азамат та қалмайды. Бұл проблеманың қазір асқынғаны сонша, тіпті салауатты отбасыда туып өскен жастың өзі үйленген соң бала шағасын қай бағытта тәрбиелерін білмей басы қатып жатыр. Жоғары білімі бар келіншектердің өзі ақысын төлеп көрінген марафонға қатысып, бағытын айқындай алмай әлі сенделіп жүр. Нарық заңы бойынша сұраныс өскен соң ұсыныс та қаптайды. Бақытты отбасы болудың сырын үйретемін деген кітаптар мен курстар көбейді. Бірақ не амал жасасаң да екі жұптың ниеті ғаламдық бір маңызы бар асыл мұратқа байланып тұрмаса, қарттықта жақындай бере үй ішінде ши шығуы бір пәсте. Көбінде нағыз махаббатымды енді таптым деген сылтаумен күйеулері жас әйелдерге қашып кетеді. Ең қызығы осы жерде. Бейсен 1997 жылы үйленген. Ол кезде отбасы алдында саналы түрде жауапкершілік арқалау деген некен саяқ құбылыс. Бұл жаста адамдар ақылмен емес сезіммен үйленеді. Әдетте жаңа мемлекет құрылғанда ең бірінші ата заңы жасалады. Конституциясы жоқ мемлекет күрделі бюрократиялық аппарат жүйесін құра алмайды. Тіпті Конституциясында 2-3 бабы қисық кететін болса, соның өзі мемлекеттің жойылуына әкеп соғады. Билік пен тақ мәселесі шиеленісіп, зайырлы құрылған мемлекеттің өзі монархиялық жүйеге қайта оралады. Монархиялық жүйе ұлттық буржуазияны жояды. Ұлттық буржуазия жойылған соң ұлттың мәдениеті мен өнері өліп қалады. Қара басының қамымен қалған қараша көрінгеннің есігінде жалшы болып жайына кетеді. Дәл осы заңдылық отбасы ішінде жүріп тұрады. Кез келген отбасының рухани құндылыққа құрылған алтын қағидасы болуы тиіс. Өйтпеген жағдайда бала тауып үйде отырып қалған әйелге өз күйеуі экономикалық қысым көрсетеді. Қаржылай өзіне тәуелді қылады. Әйелінің онтологиялық тұрғыда бөлек болмыс екенін назарға алмайды. Мен нені қаласам, нені дұрыс деп тапсам, ол да соны дәл солай тілеп тұруы керек деп редукционистік қатынасқа өтеді. Ал күйеуі қодар мінез надан болса, отбасында кәдімгі диктаторға айналады. Тиранға айналған күйеуден әйелі тұрмақ бала шағасы да рахым көрмейді. Ондай типтер ашуға мінген кезде әйел бала шағасын өлтіре сабайды. Кей адамдар қодар күйеуінен ажырасып та құтыла алмайды. Тиран типтер ажырасқан әйелінің соңынан қудалап күн бермейді. Кейде әйелдерін өлтіріп те тастайды. Біздің Бейсен 27 жасында өз отбасының ата заңын өзі жазған. Үйленбей тұрып-ақ босағасының беріктігін бірінші назарға алған. Келіншегі екеуі мынадай 10 шартқа сөзсіз бағынамыз деп келіскен. 8 шарт жария, екеуі құпия, өзгеге айтылмайды. Екеуінің арасында мәңгі бақи құпия болып қалады. Біз бұл 8 қағиданы объективті құндылық ретінде ұсынбаймыз.
Себебі әр адам дара болмыс. Оның үстіне кез келген ақылды адам өз отбасының конституциясын жазып алуға қабілетті. Біз мұны кейінгі жастарға үлгі ретінде ұсындық. Бейсеннің 8 қағидасы. Бірінші, біздің отбасымызда сыйластық бірінші кезекте тұру керек. Үйленген күннен бастап отағасына сіз деп тіл қатасың деп келістік. Екінші, сенің атанаң менің атанам, менің атанам сенің атанаң. Балдызыма ақыл айтсам, туған қарындасым айтқандай айтам. Келіншегім қайнысына ұрысса, туған інісіне ұрысқандай ұрысады. Үшінші, қандай сыйлы қонақ келсе де үйімізге ішімдік кіргізбейміз. Төртінші, баланы мектепке дейін хан сияқты сыйлаймыз. Мектеп кезінде шәкірт сияқты тәрбиелейміз. Мектептен соң дос сияқты сырлас боламыз. Бірақ ақыл айтпаймыз. Бесінші, ренжісіп қалсақ 5 минуттан соң сөйлесеміз. Жақсы адамның ашуы шәйі орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше. Біреуіміз қылт етсек, екіншіміз уақыт санап отырамыз. Алтыншы, үйде ер азамат есеп бермейді. Телефон соғып, қайда жүрсің, қашан келесің деген сұрақ қойылмайды. Жетінші, ешқашан ажыраспаймыз. Маған әйел, саған күйеу табылар, ал балаларға бөтен біреу әке-шеше бола алмайды. Сегізінші, біздің үйде ағайын туыс туралы өсек аяң болмайды. Бейсеннің 8 қағидасы құр сөз күйінде қалған жоқ. Әр қағиданы мүлтіксіз орындауға тырысты. Бастапқыда сіз деп сөйлеу сөз құлаққа түрпідей естіліп, Бейсенді еріксіз күлкі қысатын. Кейін осы сөз отбасындағы татулықтың тірегіне айналады. Анасы әкесін сіз деп сыйлап тұрса, бала да әкесін құрметтейтінін түсінеді. Бейсеннің өзі бұл жайында сіз деп сыйлап көңіліңді аулап тұрған кісіге дөрекі тілдеп ұрса алмайсың. Әрі әйелің де биязы қалпын сақтайды. Егер сен деп шапшып тұрса, балалар да отағасын әке ретінде сыйлаудан, үйменуден қалады дейді. Бейсен ата-енесін де өз әке-шешесінен кем көрмеді. Бірде жұбайының шешесі төсек тартып жатып қалады. Бейсен енесін Алматыға алдырып, дәрігерлерге қаратады. Диагнозы жазылмайтын дерт боп шығады. Кейуана мұны естіген соң амандығында тезірек үйіне жетіп алуды ойлайды. Ертесіне пойызға келеді. Вагоны қашықтау жерде екен. Қарт кісі жүре алмай ентігіп қалады. Сонда Бейсен еңкейіп арқасын тосып, апа, арқама мініңіз дейді. Енесі мұны күтпеп еді, аңтарылып тұрып қалады. Бейсен, бәйбіше жүр, тұра берме дейді де, ай-шайға қаратпастан енесін арқалап жылдам жүре береді. Қарияның қой балам өзім жүремін дегеніне де қарамай, межелі вагонның алдына кеп бірақ тоқтайды. Енесі купеге жайғасқан соң көз жасын тия алмай, басынан айналдым, адалдығынан айналдым, мұндай бала бергеніне Құдайға мың да бір шүкір, Құдайға мың бір алғыс, алтындай абыройына қарамай, мені туған анасындай арқалады ғой деп кемсеңдепті. Үйде ұрыс шыққан жағдайда ерлі-зайыпты осы қағидаларды басшылыққа алған. Ренжісе қалсақ бірінші кезекті тілді тиямыз. Себебі ұрыс кезінде әйелдің де, ердің де бірінші сілтер сойылы қызыл тілі. Тілден бал да ағады, у да тамады. Ашумен намысқа тиер ауыр сөздер айтуымыз мүмкін. Ашуымыз келсе қолың тарт, айтпас жерде тілің тарт деген. Бетіміз ашылып кетпеу үшін ашуды дер кезінде тыйып үйренейік деп келіседі. Жұбайының телефон толғап, қайда жүрсің, қашан келесің деген сұрақпен тергеуіне үзілді-кесілді тоқтау қойған. Оның себебін Бейсен бүйдеп түсіндіреді. Есеп бермеу, әйелімнен қорықпаймын, оған бағынбаймын, қалаған жерде жүремін деген дандайсуды білдірмейді. Еркек түздің адамы, ол сыртта түрлі нәрсені көруі кәдік. Жұмысында қиын ситуацияға тап келеді. Олардың барлығы әйелдің көңіл күйіне жаға беретін әңгіме емес. Бостан-босқа, жан-жарын үрейге, уайымға салып алады. Сосын амал жоқ, келіншегінің жүрегін жараламайын деп еркек байғұс өтірік айтып бастайды. Сол себепті әйел адам ер азаматын мезгілсіз мазаламағаны жөн. Сонда еркек те өтірік айтпайды. Сырттағы проблеманы үйге тасымайды. Тыста қалдырып кетеді. Үйге келгенде де ерінің сөйлеуге зауқы жоқ екенін байқаса,
қайда болдың, не істедің деп сұрақтың астына алмағаны дұрыс. Жағымды нәрсе болса, ер азаматтың өзі-ақ айтып бөліседі. Мен кешігіп кетсем де, жазғырып қарап, зіркілдеп сөйлеме, жарай ма? Кешіксем салмақты себебі бар. Маған сенсең болады. Бірақ мен кешіккенім үшін кешірім сұрап ақталады деп ойлама. Ондай әдетке итермелесең, ұсақталып кетем. Содан соң өзің ақ қадірлемейтін боласың, депті.